Ардақты достар, бүгінде мемлекеттің тікелей қолдауының арқасында отандық киноиндустрия өз дамуының жаңа да жасампаз жолын табуда. Мәселен, тек қана 2023 жылдың өзінде министрліктің қолдауымен алдыңғы жылы қолға алынған 14 көркем және 2 деректі фильм аяқталып, 19 жаңа кино жобаның түсірілімі басталды, ал биыл өткен жылы басталған 18 жаңа кинотуындының тұсауы кесіледі. Сонымен бірге атап өтетін бір жайт, министрліктің кино жобаларды іріктеу ережесіне бірқатар өзгерістер енгізілді. Нақты айтсақ, бұл ұлттық фильм мәртебесіне лайықты кинотуындыларды қаржыландыру мен жарыққа шығару мәселелеріне қатысты. Яғни, осы мақсаттағы процестерді барынша ашық әрі таза өткізу, сол арқылы ел ішінде ғана емес, әлемдік кино нарықта өз орнын табатын отандық кино өндірісін жандандыру. Жаңа ережелер бойынша іріктеу байқауы 2 этаптан тұрады. Бірінші этапта сарапшылар кеңесі ойын фильмі, анимациялық фильм, деректі және хроникалық фильмдер жанрлары бойынша тек қана сценарийлерді қарайтын болады. Екінші этапта іріктеліп алынған сценарийлер авторлары кинотуындыны ары қарай шығару үшін қажетті барлық құжаттарды әкелуі керек. Міне осы процестің барлығы онлайн түрде ашық жүргізілетін болады. Әрбір жоба бойынша сарапшылар кеңесінің шығарған шешімі кино орталығы арқылы ведомство аралық комиссияға келіп түседі. Іріктеудің әрбір аралық нәтижелері әлеуметтік желі мен министрліктің ресми интернет ресурстарында жарияланып отырады. Кино жобаны қаржыландыру бойынша соңғы шешім министрлік тарапынан тек қана осы байқау талаптарын толық орындалған жағдайда ғана қабылдайтын болады. Сөз жоқ, отандық кино өндіріске жасалып жатқан осы және басқа да жағдайлар көп ұзамай кино нарыққа қызықты да мәнді туындыларды әкелетініне кәміл сенімдімін.